Амастар ма балалар, қалдарың қалай? Балалар, мынандай бір есеп қарастырайық. Екі бірдей металл шарлар алып, біреуінің заряды 5 есе көп болатындай зарядталды шарларды жанастырып, 1,34 есе көп қашыққа бөліп ажыратты. Олардың өзара әсерлесу күшінің модулі қанша рет өзгереді, егер ондағы зарядтар бірінші аттас және әраттас болса. Енді балалар, біз екі тәжірибе жасап отырмыз, сондықтан алдымен бірінші жағдайды қарастырайық. Аттас болғанда міне сұлбаны салып қойдым балалар. Алдымен бізде бірінші зарядымыз q болса, екінші зарядымыз одан 5 есе артық. Оның шарлардың, металл шарлардың көлемдері бірдей, сондықтан зарядтар бірдей бөлінеді. Осы жерде түйістіреміз, одан кейін ара қашықтығын 1,34 есе арттырамыз. Осы кездегі шардың түйістіріп ажыратқан кездегі біз q1, q2-ні қалай таптық? Соны алдымен жазып қояйық балалар, сіздерге түсінікті болу үшін. Яғни q1, 2 штрих түйістірген кезде олардың шарлардың, зарядталған шарлардың көлемдері бірдей болса, онда бірдей бөлінеді екен. Зарядтың сақталу заңы бойынша, яғни q1 қосу q2 бөлінген 2 екен. Яғни q1-міз біздің q, q2-міз 5q бөлінген 2. Яғни 6q2 бөлсек 3q. Яғни біздің q1 штрихіміз 3q болды. Сурада да жазып қойған балалар, q2 штрихімді 3q болды. Енді алдымен осы басындағы біз біріктірмей тұрған кезде кулон күшінің формуласын жазып қойық. F1 бізде k q1 көбейтілген q2 бөлінген R1-дің квадраты тең болады k q көбейтілген 5q бөлінген R1-дің квадраты. Біраз ықшамды алайық балалар. Сонда 5k q квадрат бөлінген R1-дің квадраты болды. Бұл біздің бірінші теңдеп алайықшы балалар. Сонымен F1-дің басы мен аяғын біріктіріп бір жазып қойық. 5k q квадрат бөлінген R1-дің квадраты болды. F2-ні жазайық балалар. F2 түйістіріп ажыратқан кездегі біздегі k q1 штрих көбейту модулі көбейтілген q2 штрих бөлінген R2-ның квадраты. Бұл біздің үшінші теңдеу. Орнына қойық балалар. Сонымен F2 тең болады k 3q көбейтілген 3q бөлінген 1,34 R1-дің квадраты. Яғни 9-ды 1,34-ке 2 рет бөліп жіберейік балалар. 9-ды бөлеміз 1,34-ке, бөлеміз 1,34-ке 5 екен. Сонда 5k q квадрат бөлінген R1-дің квадраты шықты. Бұл біздің 4. Енді сонда балалар қарайтын болсақ, F1-дің F2 қатынасы 1-ге тең. Яғни жауабы бірінші жасаған тәжірибемізде өзгермейді, егер аттас болса. Яғни кулон күші екеуінде де бірдей деген сөз ғой балалар. Екінші жағдайда балалар. Екінші жағдайда біз, яғни екінші тәжірибе жасадық деген сөз, зарядтар аттас және бұлардың зарядтар бірінен бірі 5 есе көп. Алдымен еседік. Белгілі бір R1 арашыққа қойдық, одан кейін еседік. Түйістірдік. Зарядтардың көлемдері бірдей болса, балалар қақ бөлінеді екен зарядтың сақталу заңы бойынша. Енді оны қалай шығардық балалар? Жерге формуласын тағы жазып қояйын, не балалар, сіздерге түсінікті болу үшін. Яғни q3 4 штрих тең болады q3 қосу q4 бөлінген 2. Бірақ бұл жерде таңбасын ескереміз. Яғни 5q қосу минус q бөлінген 2. 4-тен 2-ні алсақ, сонда әрі біреуіне 2q зарядтан бөлінеді екен. Сонда бізде балар жеке-жеке жазып қойсақ, q3 штрихіміз 2q болды да, түйістіріп қайтадан 1,34 есе арақашыққа апарып қойдық. Соң q4 штрихіміз 2q болды. Енді F1 үшін ол модулі F1 дегеніміз k
Q3 Q4 бөлінген R1-дің квадраты. Енді бізде модуль болған кезде таңбасын жазбаймыз де, сонда K5Q квадрат R1-дің квадраты болды. Бұл F1 үшін балалар. Сонымен басымен аяғын біріктіріп бір жаз қойық. F1 тең болады 5K квадрат. Мынау F3 үшін deyip жазайық балалар. F3 бір емес 3 қой. Бөлінген R1-дің квадраты болды. Бұл біздің балалар мынау біріншіден де мынау болсын да, мынау екіншіден де болсын. Енді F4 үшін жазайық балалар. F4 үшін Q3-тің штриғы көбейту Q4-тің штриғы бөлінген R2-нің квадраты. Сонымен K бізде әрбіреу 2Q-дан болды. Сонда 2Q көбейтілген 2Q-дан болды. Бөлінген 1,34 R1-дің квадраты. Сонда 4Q квадрат бөлінген 1,34 R1-дің квадраты. Енді F4-ті аяғына дейін шығарып алайық балалар. F4 тең болады 4-ті 1,34-ге 2 рет бөлеміз деген сөз ғой балалар. Кәне көрейік, 4-ті бөлеміз 1,34-ге, бөлеміз 1,34-ге, 2,22. Сонда 2,22 Q квадрат бөлінген R1-дің квадраты болды. Бұл біздің екіншіден де болды, екінші тәжірибедегі, мынау үшіншіден де болды. Енді қатынасын ала саламыз ғой балалар. F3-тің F4-ке қатынасы. F3-міз 5Q квадрат бөлінген R1-дің квадратынаны көбейттеріне жазсақ, алымы бөліміне, бөлімі алымына түседі балалар. R1-дің квадраты 2,22 Q квадрат. Қысқартатын қысқарып керек балалар. Q квадрат пен Q квадрат қысқарды, R1 квадрат пен R1 квадрат қысқарды. Сонда 5-ті 2,22-ге бөле сұрайық балалар. 5-ті бөлеміз 2,22-ге. 2,25 екен. Тең болады 2,25 болды. Басымен аяғын біріктіріп бір жаз жерек балалар. Сонда F3-тің F4-ке қатынасы 2,25. Енді осы жерден F4-ті табайықшы балалар. F4 тең болады F3 бөлінген 2,25. Яғни біз таңбасын әреттасқа балап едік, онда кулон күші 2,25 есе азай кетті. Жауабын жазып қойық балалар. Арақашықтықтың және 1,34 есе алыстадық. Сол кезде 2,25 есе азайды кулон күші. Осымен балалар сабағымыз аяқталды. Қош сау болыңыздар.